Ассалаумағалейкум. Жақында бір кітап оқыдым. Сол кітаптың ішінде бір дәйек сөз маған қатты ұнап қалды. Дәйек сөз деген сол цитата, түсінбеген адамға. Сол дәйек сөзбен сіздермен бөлісе кетейін. Ол мынандай: бір жылдың ішінде дейді, сіз ештеңе істей алмайтын бір екі күн бар. Ол күнде шынында да ештеңе істей алмайсыз. Бірінші күннің аты ертең деп аталады, екінші күннің аты кеше деп аталады. Сол үшін біз басты назарды бүгінге аударуымыз керек екен. Біз көбіне әлі болмаған нәрсеге алаңдап, ертең не болар екен деп уайымдап, бүгінгі құнды күнді ұмытып кетеді екенбіз. Ертең мынаны жасауым керек, арғы күн ананы жасауым керек, немесе кеше үйтуім керек еді, өткенде бүйтуім керек еді деп, өткенге өкініп, қайта-қайта өткенді парақтап, миға тыныштық бермейді екенбіз. Осындай ойлардың жетегінде жүріп, құнды болған бүгінгі күннің қалай өтіп кеткенін сезбей қалады екенбіз. Негізі шындығында бүгінгі күнді сезіну оңай шаруа емес. Бірақ отырып ойлансаңыз, айналаны сезініп, осы сәттің өтіп кететінін ойласаңыз, бүгінгі күннен ләззат ала бастайсыз. Өмір деген осы түсінген адамға, өмір деген осы сәт қана. Соны сезіну, сол сезінуге өзіңізге рұқсат беріңіз. Бүгінгі күннің тағы бір кереметін айтайын ба сізге? Дәл қазір бейнетаспаны көріп отырсаңыз, ата-анаңызға, жақындарыңызға хабарласып, оларды жақсы көретініңізді, сыйлап, құрметтейтініңізді айтып қойыңыз. Ертеңге қалдырмаңыз. Ертең белгісіз ол. Ертең деген шексіз ұғым. Ертең бәрі де кеш болуы мүмкін.